шашу шашып, ел болып қарсы алайық. Наурыз құтты болсын, ақ жол болсын. Жаңа жылда қызыл қаба егесең ол, ауру сырқат пәле-жаладан аман болады. Деген сеніммен наурызға дейін адамдар бекерін қағып сыртып тазалап қоятын болған. Ел арасында 21 наурыз күні қызыл баба алайды деген аңыз бар. Бала сенен халық дәулет дарып бақ қонсын деп есіктерін ашып қояды. Бұл күні ауыл бойжеткендері өздерінің асқан жігіттеріне соғымның етінен дайындалатын ұйқы ашар деп аталған дәмді дайындайды. Ал жігіттер қыздарға айна тарақ иіссудан тұратын сыйлықтар сыйлаған. Оны сендет күзер немесе дірет күзер деп атаған. Наурыз мейрамы негізінен адамдардың көрісуінен басталады. Жігіттер төңірегінен бұлақ көзін ашып бұлақ басына тау еткен. Жаңа шыққан күнге иіліп сәлем берген. Жеңіскен ағайындылар татуласқан. Ұрыстың ұлы күні кем дегенде жеті түрлі дәмнен тұратын наурыз көже дайындалады. Наурыз көжеге соңынан қалған сүт ет, қойдың басы, қатты, сүт, бидай, су қосылады. Көктем келді балақай, жасарды жер алақай. Наурыз тойын тойлайық, асен әнге салайық. Көктем келді